іздедім, дәл өзіңдей құдай екен менің іздеп жүргенім. Бізде бар бала, сізде бар бала, ал құдағи құтты болсын ұстату жаңа. Ой құда құда, не қалайсың сұра, сенен жақсы құда маған табылмайды ау сірә. Ой құда құда, не қалайсың сұра, құшақтасып құда болдық, құда болсаң шыда. Шапқан жабайын, құйрық бауыр беріп, көз қарысып алайын. Керейін арған, көбейсін ортам, құда құдағиым, билеп шықсын ағайын. Ой құда құда, не қалайсың сұра, сенен жақсы құда маған табылмайды ау сірә. Ой құда құда, не қалайсың сұра, құшақтасып құда болдық, құда болсаң шыда. Құда құда, не қалайсың сұра, сенен жақсы құда маған табылмайды ау сірә. Құда құда құда, не қалайсың сұра, құшақтасып құда болды, құда болсаң шыда. Osman Bayda kömürlü, müdürlüsü gay, oyna
Qadırmenді құдалар, қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Bir қошемет деп қойыңыздар біздің құдаларымызға. Проходите, пожалуйста. Ради Бога, қош келдіңіздер. Атама көмектесейік. Ата кеңіз. Бұларға бұла болға мен Мына, текст контроль. Алихана пропустите. Olmaydı. Bir partiya жасамаймыз ба? Дәс таппай. Е? Bir құдағимен bir бай жақсылап тұрып билеп келіңіздер. Қос, маэстро. Өзімізде апайлар. Ал кешек. Basa bile yüksek bir partiye Bakıtlı boluna ben garantiye Balkıya, balkıya Yüzümün balkanıysa yerimiz balkıya Basa bile yüksek bir partiye Bakıtlı boluna ben garantiye Balkıya, balkıya Baktım oluna bir garantiye Balkıya, balkıya Yesin balkanıysa yeriz Balkıya, kopasa bile yüksek bir partiye Baktım oluna bir garantiye Balkıya, balkıya Ay, tamamsa. Nereye? Тамаша. Біраз тойды артта қалдырғандарыңыз көріп тұрген. Бәрі поставленный движение бәрі бүкіл. Начитанный жарт сөз тыңдап ары қарай ұра береді екенсіздер. Қандай күшті. Көрініп тұр. Той құтты болсын, той қыласын. Енді қадірменді қонақтар біздің ұлы мәртебелі құдаларымыз дастархан басында жайғастырайық қолтығынан демеп. Ағалар. Ішіп ақындап, алып, құйып кішкенеге дәмнен алып бастаңыздар ақындап, бісміллә деп. Той құтты болсын, ал енді ақ дастархан тойымыз басталды кенекей. Тамаша, жеп ішіп отырыңыздар, емін еркін қысылмай, өзіміз жақтан туыстар, құдаларымызға қызмет қылып кішкене қыз беріп жатыр бұл кісілер. Сондықтан разы болып кәдімгідей, құдай-ау деп қайтатындай болу керек. Танысып, уже нетіп алған көрініп тұр, уже ары қарай кетіп жатыр, өздерін құйып, бейт қандай жақсы. Но басында қиын болады ғой, басында қиын болады. Қазір емінекей
аяғына қарай жеттік. Тібә Құдай қаласа енді алдағы той, үлкен той шілдехана деп ойлаймыз. Рахмет. Ал қадірменді қонақтар, қадірменді құдалар, бүгін мінекей басымызды дәм жазып, осындай тамаша жерде бас қостық. Айтады ғой, Құдай айдаса бармайсың, дәм айдаса қалмайсың дейді қазақ атам. Екі ел бір-бірін желкелеп, бір-бірін қинап құда болған жоқ. Екі жастың тек қана пәк сезімі, бір-біріне деген махаббатының арқасында үлкендердің батасыменен осындай той-тойғыласып жатқан жайы бар. Той-тойғыласын, бәрі мынау Жәнібек Кәрменов атамыз айтқандай, арманы биік асыл ер ұрпақтың қамын ойлайды дейді. Сол ұрпақтың қамын ойлап еңбек етіп жатсыздар. Той-тойғыласын, сол ұл қыздарыңыздың қызығын бірге көруге Алла нәсіп етсін. Енді осы ақ дастарханның басында бас қосқаннан кейін осындай тамаша дастарханда ары қарай атап өтіп, бүгінгі тойды қорытындылап кешегі өткен жақсы бір құдалық ары қарай жалғасын тапсын деген ниетпен бас қосып отырмыз. Ендеше осы дастархан басында бір ауып деп бір бастап, енді Ербол аға өзіміз жақтан үлкеніміз сіз апа екеуіңіз бір бастап құдаларымызға енді ас иесімен дәмді дейді. Расында өзіңіз тілегіңізден бастап адам сөйледі, біраз дүниелер болды. Бұл жерде таза еркін тақырып. Сурет мұғалім айтшы мектепке барғанда бүгін еркін тақырып деп. Тура сондай еркін тақырып, ән тыңдап, демалып, газонға шығып, ары бері жүріп, сондай бір демалыс болсын деп отырмыз. Рұқсат болса енді аға, өзіңізден Мархабат апа екеуіңіз бір ауыз бастап беріңіздер. Қайырлы күн құда-құдағыдайлар. Келген қадамыздарыңыз құтты болсын. Дендеріңіздегі саулық. Адам айтады ғой, бір көргенде біліс, екі көргенде таныс, үшінші көргенде туыс дейді. Енді бүгін үшінші рет кездесіп отырмыз. Енді туыстық болдық. Ал енді сіздерге ақ жол, осындай батыр қыздарыңызды бізге қолымызға қондырғаныңызға мында бір рахмет. Бауыржан атамыз айтқан ғой, мен батыр емес, қазақтың қыздары батыр деген. Сонда тергеуші сұраған ғой, негідіктен деп. Жат жерге келіп, бөтен елге жалғыз өзі, мұқым дүниесіне отынан кіріп, суынан шығып, бала шағасын өсіріп, өркендетіп, өрісін өсіріп, көтерген анадар деп айтады дейді. Сонда қазақтың қызы ең батыр екен ақасы. Сондай қыздарыңызды біздің қолымызға қондырғандарыңызға мұнда бір рахмет. Және де осындай ақ дастархан әрқашанда жайыла берсін, аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш, күнде қазақтың тойы бітпесін. Ал құда-құдағидар келгендеріне мың рахмет. Енді балалар бақытты болсын. Осылай ойнап, отырып, күліп, жеп, билеп, қыдырып. Ну, чтобы все было хорошо. Жүре беріңіздер. Тамаша. Қабыл болсын тілектеріңіз. Енді сіздердің құрметтеріңізге үлкен асымыз дайын болыпты. Астан үлкен емеспіз. Келіңіздер. Бұйырса аға апайымыздың тілегін алып қоямыз. Қазір астың батасын алып алайық. Музыка қош жүргенге әп бәрекет. Өп бәрекет. Рахмет. Бәрекелді. Мына күйден кейін, мына еттен кейін Сарскай село емес, хан ордасы болды Құдай қаласа. Ал енді ас келгеннен кейін құдалар сіздерден бата алайық, бата сұрайық. Дастарханның батасын, астың батасын кім береді? Атасыз ба? Шапан киген атам. Обычно солай болады, шапан киген адам. Бас командық денге саулық берсін. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Жастар бақытты болсын. Әумин, бәрекелді ақсақал. Батаңыз қабыл болсын. Ал енді мазаларыңызды алмайық. Алып жеп ішіп отырыңыздар. Енді ағам мен апайдың тілегін бір көтеріп
қойса, алдырып қойса болады ғой негізі. Мен негізі қайта-қайта сұрай бермейін. Айтады ғой мынау. Баяғыда бір құда айтты ғой, мен 2 рет алдырғаннан кейін қинамаңдар деп. Неге десе ары қарай өзім іше беремін деп айтады дейді. Сосын өзіміз іше беретіндей жағдайға жетіп қалдық қой, біраз тойдан өттік. Сондықтан біраз құдалықтан өттік. Көтеріп, тамшы қалдырмай, қамшы салдырмай, бір-бірлеріңізді білесіздер, кім ішеді, кім ішпейді. Көріп тұстыр, ал енді астан дәмнен алып отырыңыздар. Той қыласын. Ағапайым тілегі қабыл болсын. Бір айғайлап шулап қойсаңыздаршы. Тамаша. Бүгін мінекей келін түсіріп жатыр. Қыз бергеннен кейін құданың ас үстіне түсіп, оның заңдылық, бір-бірлеріңізден адам алып жатсыздар. Қыз беріп, біреу ұл алып деген сияқты. Сондықтан қадірменді қонақтар, сіздердің құрметтеріңізге енді кеше той болды. Программа жетеді, Аллаға шүкір. Сіздердің тек қана сіздердің көңілдеріңіз. Көңілді жүру, көңілді қайту деген сияқты. Разылық қой былайша айтқанда. Сондықтан сіздердің көңілдеріңізді аулайтын бүгінгі кеште аманат тобы келіп отыр. Қол соғып қойсаңыздар болады. Бәрекелді. Аманат дейтін топ партияға еш қатысы жоқ, тек қана осындай тойларда ғана ән айтып сіздердің құрметтеріңіз, көңілдеріңіз көтереді. Ендеше халық әніндей ғұмырлы болыңыздар. Халық әніндей ғұмырлы болып жасай беріңіздер. Бір халық әнімен бастайық. Ал, аға, бәрекелді, кет.
Рахмет, бәрекелді. Ал енді, тамақтар. Рахмет. Тамақтар іше беріңіздер. Ал енді. Ата-ана осы жастар үшін, жастардың бақыты үшін деген сол нәрсені түсінсе болды ғой. Сондықтан той құтты болсын. Енді той құласа берсін. Тойдың нағыз той болғаны бұйырса, келесі жылы көресіздер, бұйырса. 9 ай 9 күннен кейін шілдеханада бас қосуға Алла нәсіп етсін. Бір қол соғып қойыңыздар бұйырса. Бәрекелді. Енді болады қадірменді ағайын. Сондықтан ішіп, жеп, әр қадамдарыңызға гүл бітсін. Астан дәмнен алып отырыңыздар. Енді біз мұнда тыныш тәртіпсіз екенсіздер кәдімгідей. Бәрекелді. Арасында енді мүмкіндік берем. Енді Құдай қаласа, жаңа айтып жатырмын ғой, ешқандай список болмайды. Өзіміз кеше біраз сөйледі. Қазір осы жерде сіздер жақ, біздер жақ деп мен бөлгенім емес. Сіздер жақ, біздер жақ деп. Уже бір несіздер, бір елсіздер, басқан туысқансыздар дегенмен де бұлай тек қана өзіміздің локация үшін бір-бірімізді осылай сіздер жақ, біздер жақ деп айтайын. Енді өздеріңіз балалар сіздерден бір тілек болсын. Келісіп, үлкендеріңіз бастап, енді алыс жақыннан келген дейді. Сондықтан сөйлей алатын, сөз бастай алатын өзіңізді бар ғой сайлап қойған. Сол ағамызға, болмаса апайымызға бір тілек ұсынайын. Бәрекелді. Ал енді кезегі өздеріңізді былай айтқанда. Кім? Ержан аға, аты кім? Енді өзімізге мен ұмытып та қалдым, неше күн болды өзі тойлап қалдым. Енді осы тойлап жатқан екі жастың құрметі, енді осы жастарымыз аман сау, есен сау болып, енді құдағи деймін, енді қызымдай болсаң да. Енді өзіңіз ылғи қолыңыз әкелсін, көмекші болып, ылғи енді ол үйтіп қана айтуға болмайды енді. Салмақтың көп өзіңізге түседі енді. Көріп жүрміз ғой бізді. Енді құдалығыңыз отыр міне. Осы уақытқа дейін АПК-мен жүреді. Енді барлықтарыңызға құдағдайлар дендеріңіз сау болсын демеппін. Жаңа айтып жатырмыз, неше күн болды, тос көтеріп жатырмыз. Дендеріңіз сау, жаңағы құдалық мыңжылдық болып, кеше құдағида айтып жатты, екі ауылдың арасында дорба жүрсін. Арасы қасқа жол, даңғыраған жол болсын. Енді көп араласу керек деген сөз ғой. Ылғи да ойын той болып, осындай жақсылықпен ойын тойда кездесейік. Қайырлы күн, құрметті құдағилар. Міне кешеден бері неше күн болды тойлап жатырмыз. Ризамыз сіздерге. Аяғымызды жерге тигізбей кешеден бері күтіп жатсыздар. Еңбектеріңізге жемісті болсын. Енді айтып жатырмыз ғой, Сабина әлі бала деп, бала болса да ләззат. Қызым, енді құдағи деп айтуға да өзім бармайды, қызымсың ғой енді. Балалар бақытты болсын. Енді Сабинаның білмеген өзің арқарда тәрбиелеп өзің баулы баласың. Қалған өмірі сенде болады оның, өзің тәрбиелейсің. Балалар бақытты болу үшін екі жақтың ата-анасы тату-тәтті болу керек. Қызды тәйт деп мамасы басып отырса, ұлды тәйт деп анасы басып отырса, екі жақ, екі құдағи тату болса, балалар бақытты болады деп ойлаймын. Ең бірінші, аналардың жүрегі тыныш болсын. Сендердің жүректерің тыныш болсын. Егер балалар бақытты болып, жақсы жүрсе, аналар ешқандай уайымдамайды, бәрі солардың қолында. Сондықтан ары қарата енді өмір сүру бәрі бар. Осы екі жақтың спонсорлары аман болсын, әке-шешелері той-тойға ұласын, тойларыңыз қайырлы құтты болсын. Осындай құдалығымызды береке-бірлігімізден айырмасын. 1000 жылдық құда болайық. Тамаша, қабыл болсын. Аз өмір көрген адамдардың тілегі осындай болады, салмақты болады. Қабыл болсын тілектеріңіз. Ал көтеріп қойыңыздар. Көтеріп жататындар бар ғой, иә? Айбәке, көтертіп алып қойыңыздар. Қабыл болсын тілегіңіз. Ай, тамаша. Асылым менің аяулы айым, ләззат аламын қараған сайын. Жүрегім менің сен үшін соғып, сен үшін ғана тоқтауға дайын.
үшін ғана тоқтауға дайын. Құдағиымыз бала сияқты деп ше. Расында қазір адам жас үлкейген сайын келіндерді көрсе, күйеу балаларды көрсе бала сияқты. Бұлар қайтып үйленіп жатыр дейсіздер, иә? Солай болады. Мен де жаста үйленгенде, қазір оны қойыңызшы, қазір енелердің өзі бала сияқты ғой. Қараңыздаршы, бала сияқты. Шынымен енді айтқан шығар тойда. Иә. Ай, тамаша. Мінекей, қол соғып қойыңыздар, осылай енелер. Дженнифер Лопеспен жайда қалайын деп тұр ғой. Иә. Дженнифер Лопеспен ойнамай қалайын деп тұр ғой. Сіз неше жаста шықтыңыз? Мен 19 жасымда шықтым. Мен 21 жасымда үйлендім. Бәрін айтып отырсақ, иә? Бәрекелді. Қандай күшті. 19 жас деген. Қол соғып қойыңыздар. Мінекей осындай сіздің жолыңызды берсін. Енді қыз беру оңай емес. Мысалы кеше бізде қызымызды бердік. Мен өзімнің қызымды бердім балабақшаға бірінші рет. Иә. Ол оңай емес расында. Ол адам уайым ғой. Мен мысалы балабақшаға бердім қызымды. Ол қандай тәрбиешіге жолығады деп уайымдайсың, е? Солай ғой. Одан кейін мектепке барады, қандай ұстазға жолығады деп уайымдайсың. Одан есейеді, қандай ортаға жолығады. Ата-ананың уайымы таусылмайды. Сондықтан ең бастысы, мінекей өздеріңіз көріңіздер, түрі жылдан, 100 жылдан түңілме дейді қазақ атам. Құдай қосқаннан кейін бір-бірлеріңізге мінекей қандай жарасып отырсыздар. Баяғыда той деген, осы тойдан шаршаңыздар. Той демекші, енді сіздер демалып жатсыздар ғой. Алдында біз демалдық, иә, былайша айтқанда. Сөйтіп бір-бірлеріңізді демалтып, бір-бірлеріңізді шаршатып жүре беріңіздер. Баяғыда тойдан шаршап кетіп, әкем айтқан ғой, әке, той деген неге қазақ көп жасайды, шаршап кеттік десем, осы тойдан өтіп кетейік, содан кейін мидай жазық деп. Сол сияқты расында ары қарай мидай жазық, мінекей, үлкен бір іс атқарып жатыр. Жалғыз бұл кісілер емес, туған туысқан болып, ат салысып, жүгіріп, шапқылап, тек қана екі жастың бақыты. Бұл енді үлкен өмірге аяқ басып жатыр. Іңгәлап дүниеге бір отбасы келіп жатыр, сәби отбасы. Сондықтан буындары қатайып, бұғанасы бекіп, үлкен мықты отбасы болуға Алла нәсіп етсін. Жеп ішіп отырыңыздар, астан дәмнен алып отырыңыздар. Енді мен жақсы бір тілекті өзіміз жаққа тағы бір бұрып қояйын. Екі тілектің арасын қатты суыта қоймайық кішкене. Біз жақтан кім айтады? Қарым-қатынастары қалай семья құрады. Сол екеуі бақытты болсын, немерелері, шөберелері көп болсын. Екі жақтағы атан, мамасы мен папасы, екі жақтағы бір-бірімен сыйлы болсын. Осының балалардың қызығына тоймай жүре берсін. Енді сіздер туыстар өз арамыз бір-бірімізбен байланысып, бір-бірімізбен тату болайық. Балалардың қызығына тоймай жүре берейік. Осы кешегі той бірінші той болсын осы үйдегі. Осыдан тағы да 100 той болсын. Қайта-қайта кездесе берейік бәріміз. Енді Лякок, енді кеше тамадада айтты, не каждый мужчина может такую свадьбу сделать дейді. Осы қанша уайымдап жүрді, есі шығып, біздің куәміз ғой. Мен аны Астанада күнде ананы қайтем, мынаны қайтем деп уайымдап 1 жыл сонымен есі шығып жүрді. Енді сізге саған айтам, тойын өте жоғары деңгейде өтті деп құдалар келесесіздер ғой, ә? Бүгін уф деп, енді құдаларыңды күтіп, енді баладарын қызығына тоймай жүре беріңіздер. Ал енді алып қойыңыздар. Ай, бәрекелді, рахмет. Алып қойыңыздар. Ал жеп ішіп отырыңыздар. Рахмет.
Рахмет. Ауыл аймақ аман болсын, бәрекелді. Жеп ішіп отырыңыздар, астан дәмден алып. Жеп ішіп отырыңыздар. Енді мына сіздерге келін құтты болсын. Ләззат апай, келіңіз құтты болсын. Сіздердің шаңырақтарың шаттыққа бөлеп, әрқашанда қуанта берсін. Ең жас апа болыңыз бұйырса. Енді айтады ғой, бұл енді келін сүру оңай емес, келін алу оңай емес. Жалпы қазіргі заманда ештеңе оңай емес болып кетті. Бірақ соған қарамай, ата-ананың қазіргі еңбегі, осылай соның арқасында әйтеу аналарымыздың еңбегі, әкелеріміздің еңбегі. Сондықтан қабыл болсын, бүгінгі келін құтты болсын. Баяғыда 3 ене сөйлесіп отыр екен. 3 ене. Бір ене айтады дейді, келін түсіргенде аяқ қолым ұзарады деуші еді. Мен оны мүлдем басқаша түсіндім. Оказывается, айтады ғой, төрде отырып чай құяды екенсің деп айтады дейді. Соны екінші тұрып айтады дейді, келін түсіргенде аяқ қол жылы суға малады деуші еді. Ол мүлдем басқаша екен ғой. Оказывается, күн-түні баланың пазын күйін жуады екенсің ғой деп айтады дейді. Үшінші тұрып айтады дейді, келін түсіргенде аяқ қол ұзарады деуші еді. Мен оны мүлдем басқаша түсіндім. Мына тандыр пешті білесіздер ғой, нан пісіретін, нан жабатын. Тандырный нан пісіреді ғой. Сол бұрын нанды бетіне барып жапсыратын. Қазір жақсы болды, келін аяғымнан ұстап тұрады, түбіне барып жапсырам деп айтады дейді. Сол сияқты расында келін құтты болсын. Енді бір-бірлеріңізді мінекей сыйлап, құрметтеп, бала үшін шапқылап жатқан жайыңыз бар. Балалар енді тек қана еңбектеріңізді ақтай берсін. Астан дәмнен алып отырыңыздар, көңілді отырыңыздар, естелік айтып, ән айтып, сіздер де шулап, жақсылап, енді әдемі ғой, ұялатын ештеңе жоқ. Ауылдың алтауызын айтып, көңілді отырыңыздар. Енді бір жақсы тілекті мен өздеріңізге ұсынайын, құдаларымыз ары қарай айта берсін. Ай бәрекел. Жалғап, бірінен кейін бірі бәрекел. Осы міне апайларын алып отырмын, Ержан ағаның қарындасын алып отырмын. Енді мен осы 2 балаға тек қана бақыт тілеймін. Бұл енді баршынарымен құда болды деген кезде мен өзіме бір жақсы бір не алдым. Өйткені мен осы еңбек жолын осыға баршынарымнан бастадым. Сол жерде мен үйлендім. Сол жерде екеуміз балаларымыз дүниеге келді. Сол жерден жетістікке барды, сол жерде мектепке барды. Осы алғашқы Дәметов мектебі ашылған кезде, сол кезде менің Майгүлім сол кезде Дәметов мектебінде завуч болып жұмыс істеді. Еңбек жұмысын сол жерде екеуміз бастағаннан кейін өте ыстық болды. Содан кейін осындай айтты, осылай құдағилар осы баршынарымнан деймін. Содан кейін осы бәрлеріңізді көріп отырғанда мен мысалы енді 100% деп айтпай қояйын, енді бір 60-65%-теріңізді танып отырдым. Ол жақта міне Ерекең отырамын мысалы. Мен енді сол жерде енді алғаш енді ерік берсеңіздер, өйткені ана той кезінде тамада енді уақыттың қысығына байланысты бізге мысалы кішкене қысып отырды. Оны енді тәртіп солай болғаннан кейін біз соған бағындық. Енді мына жерде еркін отырғаннан кейін бір 5-10 минут артық сөйлеуге рұқсат беріңіздер. Өйткені мына директор отыр ғой, мына жақта отыр. Мұғалімдер кішкене көбірек сөйлейді. Біз мұғалім болып бастап, бірақ та ар жағын милицияда жұмыс істеп, сол жақтан пенсияға шықтым да қайтадан мұғалім болдым. Осы енді қазіргі уақытта Астанада тұрамыз. Мен Өскеменді ұнатпай кеткен емеспін, бірақ та осы балалар деп осы балалардың артынан кетіп қалдық Астанаға. Бірақ мен Өскеменде өзімдің баршыларымды ешқандай мен ұмытпаймын. Өйткені мен жастық шағым сол жерде басталды. Екеуміз екі чемоданмен ғана келіп, ешкім ол кезде Дом культурада, орталық Дом культурада кино көрсетіп жүрді. Ешкім киноға бармаушы еді. Біз келіншегіміз екенбіз, күнде киноға барамыз. Біз 4-ші или 5-ші кісі отырамыз. 4 кісі отырады или 5 кісі отырады сонда. Енді романтик болуға тура келді. Өйткені бұл біз енді екеумізді Күршім ауданынан болғаннан кейін біз енді аса көп ешкімді танымаймыз. Жұмысымыз болғаннан кейін арғы жұмысты сол жерде бастап кеттік қой. Бірақ та сол бос уақытымызда болғанда кешке, әр кеште екеуміз киноға барып отырдық. Столовыйдан тамақ ішіп отырдық. Сөйтіп отырған кезде біздің мысалы жастық шағымыз өтіп кетті. Осы балаларға қарап, артымызға қарап біз ұлғайғанымызды білеміз. Енді одағы енді біздің шаңырақтан сіздің шаңыраққа келіп отырған енді мына келіндеріңіз Сабинаны өзіңіз аялы алақаныңызда ұстайды деп ойлаймын.
өйткені сіз мұғалімсіз, біз мұғалімбіз. Сондықтан мұғалім адам өзінің Сабинада сол мұғалім болғандықтан бір керуеннің көшін бірге тартады деп ойлаймын. Ешқандай сол көштің ешқандай шақшаушы қарамайды. Сол жерде бір бағытта ғана жүреді деп ойлаймын. Өзіңіз бағыт бағдар бере отырып, келініңізді өмірге деген бәрін анасы үйрететін дүниені үйретті. Ал енді онымен тоқталып қана, өмір тоқталып қана қоймайды. Өйткені жаңа отауға, жаңа ордаға барғаннан кейін әр отаудың өзінің заңы болады. Сондықтан енді сол заңға біздің Сабина бағынады деп ойлаймын. Аз сіз бағындырып, соны ары қарай жетелейді деп ойлаймын. Бұл енді өмір деген оңай дүние емес. Бұл енді махаббатпен ғана бір-біріне күле қараған емес. Ол деген бір-біріне деген сүйіспеншілік, бір-біріне деген сенім, бір-біріне деген тек қана жақсылықпен ғана бір-бірін бағыттап отыру керек. Ол бірі көтеріңкі болғанда бірі түсе білу керек. Сіз соны үйрете біледі деп ойлаймын. Сондықтан енді жаңа семьяға жан жақтан шуланмай бір ғана өзіңіз ғана бағыттап, соны бір жақсы Қазақстанның бір жақсы бір беделді бір семьясына, жанұясына айландырып, және соның ұрпағымен тек қана соның қуанышымен ғана жүреді деп ойлаймын. Немерелі болып, шөберелі болып, әлі сіз жассыз, сондықтан енді сіз немерені де, шөберені де, шөпшекті де көреді деп ойлаймын. Сондықтан енді балам жалғыз демеңіз, бір бала 30 жылға татитын бір бала болады. Сондықтан баланың көптігімен емес, баланың тек қана өзінің мұна көкейінде бар, соны көкейіне тоқи алатын, сондай бір жақсы бала тәрбиелеп отырғаныңызға біз сенімдіміз. Сондықтан енді сізге тек қана жақсылық тілеймін. Шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын. Бұл енді мысалы біздің Азим мен Гүлжан енді бүркітті өзінің баласын ақырын ғана қанаты жетілген кезде иығымен ғана ақырын ғана қағып жоғарыдан төмен қарай жібереді екен. Сол мезгіл мысалы жастау болса да біздің Сабинаға ақырын ғана сол ұядан иығымен қақтырып, мысалы сіздің ұяңызға қарай ұшырды. Сондықтан осы екеуі қатар бірге ұшатындай, өмірге бірге бір бағытпен ғана жүріп, тек қана биіктерден ғана көрсін, тек қана жетістіктерге жетсін. Аман саулық тілеймін. Мен өзім мұғаліммін деп жаңа кешірім сұрап айттым ғой. Ең алдымен жаңа айтып кетті ғой, мен Ержан Құдаларымыздың қарындасымын, атым Айгүл. Енді мына кісі 45 минут сөйледі, негізі мен 90 минут сөйлейтін мамандықтан пенсияға шыққам, бірақ енді қысқартайын 9 минутқа дейін. Мен мұғалімдердің мұғалімі болып пенсияға шықтым. Мені танып, кеше қаншама мұғалімдер, қаншама директорлар танып жатыр, білім саласында жұмыс істедім ғой енді. Енді бұл өте мынандай қобалжитын сәт, енді қыз беру деген оңай емес. Енді кешеден бері күтіп жатырсыздар. Төрде отырмыз, құда болып отырмыз. Бүгін міне жалғасын тауып жатыр ол құдалық. Ең бірінші айтарым, Ләззат, сізге балаларыңыз бақытты болсын. Бір балаңыз екеу болып жатыр. Осы балалардың алғашқы қадамдары құтты болсын. Жаңағы әде айтқандай 10 балаға, 30 балаға тартарлық ұлыңыз бар екен. Біздің қызымыз да сол 10 балаға тартарлық, 10 қызға тартарлық қыздың біреуі көргенді жерден, тәрбиелі жерден, өсіп өнген жерден шыққан ол кәсіптер әулеті енді айтып жатыр ғой кешеден бері қарай. Нағашы жақтары да осал емес енді. Біздің барлығымыздың жиналып отырған себебіміз осы 2 жастың бақыты үшін ғой. Атасы басқаны бата қосады, өрісі басқаны ноқта қосады дейді. Мүлдем бір-бірімізді танымайтын, білмейтін
көшеде көрсек бір-бірімізді талай рет көрген де шығармыз бір-бірімізді. Сол адамдар міне осы екі баланың арқасында мәңгілікке байланып 1000 жылдық құдандалы болып жатырмыз. Осы құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Екі жас менің ойымша өте бір өнегелі, үлгілі семья болады деп ойлаймын. Өйткені сіз тамаша ұл өсірсеңіз, міне Әзім мен Гүлжан керемет қыз өсіріп отыр. Осы екеуінің бақыты үшін барлықтарымыз неше түрлі міне әдемі тостар айтып, кешеден бері басымызды қойып жатырмыз ғой. Сол барлық тілектер періштенің құлағына шалынсын. Балаларыңыз бақытты болсын. Сізге енді жаңа статусыңызбен құттықтаймыз. Ол керемет дүние, ене болу деген, ата болу деген. Балаларыңыз өбірлі-шүбірлі болсын, айқасқан білектері мәңгілік болсын. Осы жерде отырған барлық құда-құдағилар сіздерге де шаңырақтарыңыздан ешқашан бақыт кетпесін. Аралас құралас жаңа айтылып жатыр ғой, енді осы Агдорба жүретіндей аралас құралас болсын, екі ортаға салынған алтын көпір мәңгілік болсын. Жастар бақытты болсын. Тамаша, керемет. Ұстаздарға бір қол соғып қойыңыздар мінекей. Ұстаздар, бұл ұстаздық деген бітпейді ғой. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді расында. Ол ұстаздық тек қана мектепте емес, тек қана университетте емес, өмірде де ұстаз бола білу керек. Әрбір әрекеті, әрбір қимылы, әрбір сөзі осының бәрі ұстаздық. Сондықтан тілектеріңіз қабыл болсын. Майдай жаққан тамаша тілек болды. Құлаққа жағымды үндеріңізбен қабыл болсын. Отауласқандарыңызға сіздер ерлі зайыптысыздар ғой? Қанша жыл болды? 40 жыл, Қандай тамаша. Осы кісілердің жолын берсін. 40 жыл. Бір қол соғып қойыңыздаршы. Екеуі де ұстаз мінекей. Қандай қас қабағына қарап, қандай күшті. Енді мына үйде, енді үй болғаннан кейін үлкендер білет. Ұрыс керіс болады арасында. Ыдыс-аяқ сылтамай тұрмайды дейді расында. Енді өмірі ұрыспаған адамдар да болады, солай білесіздер ғой. Араларыңызда бар шығар ондай. Өмір ұрыспаған адамдар жоқ па? Қандай күшті. Мен кеше сондай бір кісіні ұрыспай шешсек сен жең кетесің ғой деп айтады дейді. Сол сияқты расында әр нәрсе әйел адам өз ішіндегісін шығарып алу керек қой. Ол ер адамды ол жек көргеннен емес, ішіндегісін шығарып алады, сосын жап жақсы болып отырады. Сондықтан тек қана ауыз біршілік болсын, түсінік болсын, отбасы болғаннан кейін бәрі болады. Жеп ішіп отырыңыздар. Енді басылмас ылаңыңда араздасып ағайын кетер еді, бір қария болмаса бір ауылда дейді расында. Қарияларымыз, қарттарымыз аман болсын. Аман болыңыздар, тілектеріңіз қабыл болсын. Енді мен ортаға аманат тобын шақырайын. Бір тамаша ән болсын. Рахмет. Рахмет. Ал енді.
тағы біреу айтайық, иә? Сіздер де қос-қостан тос беріп жатып, тос айтып жатсыздар, біз де екі әннен айтайық, иә? Баяғыда бір ападан сұрапты ғой, апау, ән қалай, дауыс қалай десе, әлгі апам айтады, ай, шырағым, айналайын айта берші, бәрібір сені ешкім тыңдап отырған жоқ деп айтады дейді. Сондықтан расында ән айтып отқанда, ән тыңдағанға не жетсін, иә? Біржан Салатан бекер айтпаған ғой, мендей әнші туады ғой, жетеді, бірақ сіздей тыңдаушы жоқ деп айтқан екен, сол бекер айтпаған. Қазір тыңдаушы аз болып кетті ғой, көріп жатсыздар расында. Ал енді ән бар ма, өзі бізде айтамыз. Қай әнді айтайық, бәрі кет қабыл ал. Бәрекелді. Шашасына шаң жұқпай, бәйгенің алды болсын. Бәрекелді, домбыраны алсаңыздар. Енді өмір деген бәйге ғой. Сондықтан сол бәйгенің алды болсын. Тек қана бүгіннен баптап, жаратып, өздеріңіз өмірге қостыңыздар. Тек қана баталарыңызды бердіңіздер. Сондықтан қабыл болып, мінекей адам ата Хауананың үлкен аталарымыздың, аналарымыздың жолын қуып жатыр. Сондықтан үлкен мықты ат байлайтындай, би түсетіндей үлкен үй болсын. Енді Төле би бабам да бекер айтпаған ғой, келін келді деген кезде ұшымтылып орнынан тұра алмадым деп, Данагүл келін бекер іздеп кеткен жоқ. Данагүл деген бүгін мінекей бала келін, ертең ана келін, дана келін болсын. Сондықтан бұл ең басты өмірдің, ер азаматтың бір өмірдегі бір мәні сол ғой. Бір жақсы жарым кездестірсе, одан кейін жақсы мамандық, үлкен бақыттың кілті осы екеуі, екі дүние. Сондықтан қабыл болсын, баққа жетелейтін, бір-бірінің қолынан ұстап шапағатшы болады деген ниеттеміз. Енді расында баяғыда бір атадан сұрапты ғой, бала кездегі махаббат қартайғанда айнымас достыққа айналады деп бекер айтпаған екен. Сол махаббатты шын көрген, дәм татқан аталарымыз, бір апамыз, атамыз қажылыққа барып кепті. Сол қажылыққа барып келгеннен кейін кемпір айтады дейді ғой, шалау, қажылыққа барып келгенге бір 2 ай болып қалды. Жота байқаймын, соңғы кезде маған сүйем деп айтпай кеттің деген ғой. Ата тұрып айтады дейді, қажылыққа барып келген адам өтірік айтуға болмайды деп айтады дейді. Расында шын махаббат қылуға, шын сабырың жете ме, көрінген әрбір сұлуға көңілің толқып кете ме депті ғой. Расында тек қана татулық болсын. Мынау тәтті тамақ қызығы қарныңа барып быққанша
жүйрік аттың қызығы шомылып тегел қанша, аңшылықтың қызығы көздеген аңын шыққанша, татулықтың қызығы кеудеңнен жаның шыққанша дейді. Расында татулықтан асқан дүние жоқ, тәтті нәрсе. Мына ұрысып келісіп отырсаң өзің не жесең де желкеңнен бір-ақ шығады ғой. Рас қой? Ал енді әйбат болып баяғыда апайларымыздың көбісі, ағаларымыз өмір көрген сұрайсыздар. Өмірден жас кезде қалай болды десе, үйде ештеңе болған жоқ. Түк болған жоқ. Бір қара шай ішіп, күшті болып бақытты едік деп айтады. Рас қой? Сондықтан мінекей рас, ол кезде татулық екен ғой, ең басты айтады. Сол татулықты ұмытпайық. Расында мынау баяғыда бір үш әйел күйеулерін мақтап отыр дейді. Соны біреу айтады дейді, Құдай-ау, менің күйеуім арыстан ғой, жүрген аң патшасы арыстан сияқты деп. Сондық деп. Екінші тұрып айтады, менің күйеуім білмеймін, сенікіндей емес, менің күйеуім қасқыр ғой, көкжал шіркін деп мақтап отса, үшіншісі үндемейді дейді. Сол үшіншісін сұрап, сен де үндемейсің, күйеуің неге мақтамайсың, мен неме деймін бәрібір. Менің де күйеуім сендердікі сияқты бір хайуан ғой деп айтады дейді. Расында осында мінекей әзіл жарасы осында бір-бірін мақтап, расында бір-бірін қуантып отыратындай жағдайға жетсін, шапқылап жүре берсін, үлкендердің алдында қызмет қылып бағасын алсын. Енді астан дәмнен алып отырыңыздар, отырыс бұйырса бір сәлден кейін тұрамыз, антрактта демаламыз, билейміз. Енді өздеріңізден бір ауыз тілектеріңіз, енді үлкен астың үстінде жақсы тілектерді айтып үлкендеріңізді тастаңыздар. Кім айтады? Самат ағамызбен. Ал құрметті құдағилар, бүгінгі сыйларыңызға рахмет. Кеше де алдыңында бірге болды. Қазақтың жолы мен барлық мероприятияның бәрі қазаққа жақын. Жаңа Қазақстанның жолымен жүріп жатыр екен. Соған қарап мен де бірінші рет шапан киіп тұрмын өз өмірімді. Үйде болмайды, шал болдың дейді, бірақ жүрегім жат сияқты болатын. Әлі бұлай қарағың келеді. Так. Бағынбайды дегеннен бағынбау керек аяғына дейін. Енді қанша қалды дейсің. Мына қазақтар бір қуанатыным, орыстар айтады ғой, на ровном месте деп. Туыс тауып алдық 2-3 күннің ішінде. Қандай жарасымды, құда-құдағи болып танымайтын адамдармен танысып, мәңгілік құда болдық. О да бір жағынан қазақтың мына меймандығы ғой. Мен енді осы үйдің шаңырағына, анау Ләззат құдағиға көп рахмет. Барлық жағдайдың бәрін жасап жатыр ғой. Мен өте разы болдым. Әсіресе кеше. Жанында тұр екен ғой. Мен сізді енді мен мына мұғалімдердің орнына да ортасында отырғанға да қуанып жатыр. Мен негізі металлургпын өзі. Мынау тәрбие алып өзімді өмір бүйтіп көп сөйлемеушім, өзі 10 минут болса да сөйлеп жатырмын. Мен біраз металлург болғаннан кейін содан пенсияға шықтық қой. Не кеше асығыстау болып бір не жазып ем. Оны сізге тастап кеттім. Соны бір жазғаннан шықпайды өзі. Кейде бір түнде тұрып қайтадан жазатыным бар соны. Сол тілегімді. Бір 2-3 рет түземесең келмейді екен. Енді мен нағыз не емеспін, ақын емеспін ғой енді металлург болғаннан. Соны қысқаша сіздерге оқып берейін. Құдадан кем қалмайын деп сөйлеп тұрмын енді уақыт созып. Тілім майда емес енді. Сонда да жоқ, жақсы болғанда да енді артымнан біреу түртіп жатыр ма? Жоқ, ана халатымды түзеп жатыр ғой деймін. Жарайды, қыз ұзату бүгін құдалық қой. Соны кешегіні түзетіп қайтадан жазып, қимайды ұзатқан жақ қыз баласын, жан дүниең қалай ғана сыздамасын. Құдалар алақанға салып бердік, жүректен жұлып алып бір парасын. Бір баламыз екеу болды,
бір баламыз бүгінде екеу болды. Жас жұбайлар одағы бекем болды. Көңілде көз тояр Темірланымыз. Жарыңның жұлдызы бол, бақытты бол. Біздің қыз бұл дүниеде біреу ғана. Рахмет, бақытты болсын балалар. Біз бәріміз сол үшін ғана жиналып отырмыз. Макс орысша сөйлесінші. Құрметті құдағиялар, сіздерге көп рахмет, дастарханға шақыруына. Немене айтам, денсаулық болсын, мол бақыт болсын, жастарға ашық аспан, мөлдір махаббат деймін. И в заключение, да, сегодня в мире много боли, и кажется, просвета нет, но хочется от большей горе сказать один простой совет. Достаньте чувства из архива, сотрите пыль с души и глаз и научитесь жить красиво. Земля ведь создана для вас. Құдағи, Ляззат, вам большое-большое спасибо, респект за ваш вчерашний той. Я ставлю вам 200%. И в какой-то степени нам можно даже поучиться у вас. Дай Бог, чтобы наша Сабина была похожа сама на вас. А вы ее должны научить. Тамаша. Күшті е, осылай е. Қандай күшті. Қол соғып қойыңыздаршы, апайым. Қандай. Орыс апайлар бүйтіп оқи алмайды. Шын айтамын. Е, рас, қандай күшті. Қандай. Образованная. Комсомолка. Просто красавица. Ал, көтеріп қойыңыздар. Тамаша тілек болды. Ай, тамаша. Екі құлаш ертіс аттасақ та екі қарсы дастарханды аттап өтпеген халықпыз. Біз енді адамның жасын сыйлаймыз, сосын дастархан сыйлаймыз ғой. Дастарханнан ешкім аттап өтпеген расында. Сондықтан Құданың алдына дастархан жаю енді ол заңдылық қазақта. Сондықтан дастарханда отырады досыңда, дастарханда отырады қасыңда, ойын сауық әзіл оспақ бір бөлек татулықта, береке де осында. Артын қысып араздықтың сайтаны доспен қасың қосылып ән айтады, бөлек-бөлек болып келген қонақтар той біткенде құшақтасып қайтады дейді. Дастарханның осында киесі бар, дастарханның осындай қасиеті бар. Мінекей, екі елді таныстырып, татуластырып, табыстыратын осы ақ дастархан. Бұл ақ дастарханның қасиеті сол біздің шын көңілмен жайғанымыздың бір арқасы. Бір-бірлеріңізге жайылып дастархан болып жатса жастық болатын, сондай бір-бірлеріңіз осындай сыйластық ажырамасын. Енді көріп отырсыздар, бұл дүние мінекей мақтаудың бәрі мінекей Ләззат ханымға, апайымызға келіп жатыр. Бірақ бұның артында осындай адамдар бар, достары бар, туыстары бар дегендей шапқылап, бұл дүние бір адамның қолынан келмейді ғой. Сондықтан мінекей ары бері шапқылап жатса жастық болып, құйып, жүгіріп, емін-еркін сол сіздердің мінекей жақсы көңілдеріңіз аулап жүрген, осы жерде қызмет қылып жүрген бір жан той есі де болады, десе де болады. Бүгінгі Ләззат апайымыздың достары, енді ағамыз, Аян ағамыз бен жеңгемізге бір тілек ұсынайық. Өздеріңізге мінекей. Келіңіз апай. Нұргүл апай. Нұргүл апай, келіңіз. Мына жаққа келіңіз. Бәрекелді. Бұл кіші дастархан жағын осы кісі пысықтап жатыр, қол соғып қойыңыздар мінекей. Бүкіл дастархан осы кісінің тамаша, бәсе, бәрекелді. Бұл кісі мен шай құйып жүрді, жаңа Сайгүлік деген әнді айтып жатқанда шай құйып жүргенде мен Шайгүлік деген ат қойып қойдым бұл кісіге. Қандай күшті, бәрекелді. Осылай шапқылап, қандай тамаша. Ендеше осылай қуанатын, осылай қызмет қылатын тойларыңыз көп болсын бір-бірлеріңізге. Рахмет. Ал енді өздеріңіз бір ауыз тілектеріңізді жолдаңыздар. Мархабат. Ал құдағилар, енді 4-ші мәрте кездесіп жатырмыз. Туыс болып кеттік енді міне. 2 жастың арқасында Тимурымызбен енді Сабинамыз бақытты болсын. Сабинамыз енді Тимурымызға сәби сыйласын. Аман болыңыздар. Міне Тимурдың мамасына мынандай алғыс. Неше күн болды шаршамай
Енді бұл кісіні білесіздер, ұстаз адам, директор адам, жаз айында каникул, ізін суытпай, жан-жақтан келген туыстар бар. Бәрлеріңіздің бастарыңызды қосып, осындай бас қосып, құда күтіп жіберейік деген неміз бар. Бәріміз енді қалада тұрамыз, кішкене таза ауа, шет жақ деп күтіп атқан неміз бар енді. Аман болыңыздар. Кешеден бері айтылып атқан тілектің бәрі қабыл болсын. Қойшының таяғынан, келіннің аяғынан дейді. Келініміз аяғы оң болсын, аман болсын. Осы үйде той көп болсын. Енді және айтты ғой. Жұбай ма деді? Ал енді құрметті құдағилар, бүгінгі міне қадамдарыңызға гүл бітсін. Енді бірнеше мәртебе кездесіп жатырмыз, таныс болдық, біліс болдық, енді міне туыс болып қалдық. Енді Сабинамыз бен Темірланымыз бақытты болсын, бақыттары баянда болсын, тамырлары кеңге жайылған, алтын діңгекті, мықты отбасы болсын. Екі жақтың міне ата-анасына тек жақсылық қуаныштарын ғана көрсетсін, үбірлі-шүбірлі болсын. Аталар, апалары, аман болыңыздар. Осындай әдемі дастарханда кездесіп жүре берейік. Енді тағамның бәрі өз қолынан шыққан, дәм татып, ойнап, күліп отырайық. Ал енді құдағилар, өздеріңізде көріп жүрсіздер, 31-нен бастап осы кісілер аяқтан тік тұрып жүгіріп жүріп. Нұргүл енді жаным, бұл Өскемен, Сабыржан республика бойынша, Нұргүл біздің Өскемен бойынша номер 1 нұрт повар. Осы кісі дастарханды сіздер үшін арнап жайды, сондықтан жеңіздер, ішіңіздер. Енді өзім өсіріп келе жатқан бірге 2 ұлдары бар. Кішкентай ұл мен үйге келді десе, қай жерде жүрсе де жүгіріп отырып үйге келеді. Енді барлығымыз да өстіп, бір-біріміздің балаларымыздың қызығын көре берейік. Құтты болсын, бәрекелді, тамаша. Бәрі дәмді, бәрі керемет. Ал енді жеп ішіп отырыңыздар. Астан дәмнен менен аманат тобын шақырайын. Ән айтуға келдік қой, ән айтайық. Оралхан Көшеров деген атамыз, Рүстемнің әкесі. Осы әнді тартып өтейік, бәрекелді. Қабыл алыңыздар, достардың.
Рахмет, бәрекелді. Жұп қылайық, иә, жұп болсын. Енді мынау антрактың алдында бір қыздырынып алыңыздар, орындарыңыз отыр, бір билеп баяғы ауылдағы тойды еске түсірейік, иә. Ал ендеше қабылдаңыздар, бір жақсылап, орындарыңызда бір билеп, сатыр көтереді түспенеге. Кеттік. тамаша. Мына құдағи күшті екен, көз тиқамасты құдай ау. Орысша да тақпақ айтады, қазақша да тақпақ айтады, өлеңді де сояды екен өзі. Апай, отырыңыз. Отыра тұрыңыз. Қазір бір тағы жақсы тілек болады, одан антрактқа бірақ тұрамыз, е? Кішкене. Аттың басында арта тұрыңыздар кішкене. Ай, тамаша. Келіңіздер.
Ал енді құрметті құдағилар, қандай күшті. Бір жақсы серік болдыңыздар. Енді өздеріңізден бір жақсы тілек болсын, одан кейін бұйырса ас қайырып, бір тұрып демалып дегендей программа. Екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, ауырмасын, сырқамасын. Тек қана екі жастың қызығын көре беріңіздер, құдағи. Сізге де амандық деймін. Жұмысың алға баса берсін. Өстіп жақсы дастархан жай қойыпсыздар, рахмет. Осындай әрқашан дастарханыңыз жақсылыққа жайлай берсін. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Екі жақ Гүлжан, екеулеріңіз ләзім, бәрдеріңе бақытты деймін, екі баланың. Дендерің сау болсын сіздерге де. Жұмыстарын алға баса берсін. Екі бала жақсы болса, бәріміз жақсы боламыз. Деніміз сау болсын, ауырмайық, сырқамайық, өстіп әрқашанда жақсылықта кездесіп жүре берейік. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, құдай. Өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Сіз таныстырасыз ба? Ал сәлеметсіздер ме, құдағилар? Тойларыңыз құтты болсын. Неше күн дастархандас болып жатырмыз. Дастархандарымыз әрқашан осындай тек жақсылыққа, қуанышқа ғана жайыла берсін деп. Құдағи, кешегі тойыңыз керемет өтті. Нұргүлді жаңа мақтайын деп тұрым, сіз мақта қойдыңыз. Өскеменнің номер 1-ші повары деп. Бұл кісінің қолынан талай дәм татқанбыз біз. На выноста, на выезда істей береді ол кісі. Рахмет сізге. Нұр повар. Керемет. Ал енді балаларға тілерім. Өмірде тілерім арманның аяулысы, балаларға бақыттың баяндысы. Қызғалдақтай құлпырған жас өмірлерінен гүл, көңілдерінен нұр. Жолдары әрқашан жас, көңілдері көктем болсын. Дендері сау боп, сіздің қолыңыз жылы суға малынып, немерелеріңіз көп болсын. Екі жақ аман болайық, екі ортада дорба жүре берсін. Тек жақсылық болсын. Осы балалардың қуанышын көре берейік. Енді таныстыра кетейін, мына кісі Сабинаның нағашы атасы мен нағашы апасы Ержан жездем, Қайни апай. Мен осы кісінің сіңілісімін. Толқын. Жолдасым Рахат. Мына кісінің құдағиларыңыз, осы құдағиыңыздың не жерде сіңілілері отыр. Арай, Жадыра, Айнара. Мына кісі Жадыраның жолдасы Қайрат. Күршім. Айнараның жолдасы жаңа сыртқа шығып кетті. Нұржан. Арайдың жолдасы енді келген жоқ. Сабина кіндік папасы ғой. Мен. Мына кісілер жаңа өздерін таныстырды ғой. Ержан жездеміздің күйеу баласы мен қарындасы. Мына кісілер Азимнің туған апайы мен жездесі. Қабыл болсын тілектеріңіз. Мен енді рұқсат болса бір үзіп кетейін деп тұрмын да. Мынау кіндік әкесі дедіңіз ба жаңа? Иә. Сол сіздердің бір тілектеріңізбен аяқтасақ енді. Бірінші дастархан осы кісілерде сөйлесін. Кіндік анасы. Сіздерге құтты болсын сіздерге де. Бәрекелді, осы кісілер қосылып кетсе. Қарсы емессіздер ме? Ал ағасы. Мамасы, иә? Кіндік мамасы бастасын, иә? Енді құрметті құдағилар, қонақтар, бүгінгі тойымыз құтты болсын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Енді балаларыңыз бақытты болсын, балаларымыз дендері сау болсын, сізге тек қана қуаныштарын сыйласын. Қуаныштымыз өте сіздердің барлықтарыңыз танысқанымызға. Енді қызымыз негізі өзі бәрі айтып жатыр ғой, ибалы, инабатты, тыңдай біледі, сыйлай біледі адамдарды. Тамерланда да нешінші күн көріп жатырмыз. Өте сыпайы бала, жақсы тәрбиелегенсіз. Мен айтамыз, жаңа айтқандай немерелер болыңыздар, бұйырса шөбере болсын, артынан шөпшек болсын, өстіп тең дастарханда ойнап күліп, тек қана жақсылыққа жайылай берсін. Көз жасымыз тек қана жақсылыққа төгілсін. Енді басқа айтатын жоқ.
әр жақсы сөздің бәрін, керемет сөздердің бәрін ата-анамыз түгел айтты. Соның бәрі Алланың құлағына шалына берсін. Сол үшін рахмет бәріне. Ал енді құрметті құда-құдағилар, өстіп дастархан жайып шақырып отырғаныңыздарға мыңда бір рахмет. Енді жастар бақытты болсын. Тамерлан мен Сабинам үлкен бір Қазақстанның бір үлгілі семьясы болсын. Бәрімізге денсаулық, анамыз аман болсын. Енді Ләззат ханым сізге құдағи не деймін? Тек қана терпение дейін. Терпение и труд. Осы екі жас сіздің қолыңызда. Ақындап бүйтіп. Бір жерде қабағыңыз түйіп, бір жерде күлкін. Ақындап енді түзу жолға салып аласыз. Бір 3 жыл. Содан кейін бүйтіп взглядпен бүйтесің. Дистанционный. Бәрі сіздің қолыңызда. Не деймін, жастар бақытты болсын, бәрі жақсы болсын. Тек қана дастархандарыңыз тойға жайылсын. Бәрі жақсы болсын. Не деймін? Бәрекелді. Бір шошытып қойды, бірдеңе білетін адам сияқты, Үй шошытпаңыз. Өзіміз тойды әрең бітіріп неге. Қалжың, бәрекелді. Расында төзімділік, той құтты болсын, тілектеріңіз қабыл болсын, бәрі қалжың, бәрі ойын. Осы тілекті алып қойыңыздар енді. Бір емес 4 кісі сөйледі неке. Рахат ағам бастап. Алып қойыңыздар. Қыздар. Ай, тамаша. Ал енді рұқсат болса ас қайырсақ, ас қайырсақ, құдалар сіздерден бата сұрайық. Қыздар? Кім береді? Бір үй болсын, үй болмаса сол үй түсетін бір үлкен үй болсын. Әумин. Ал ендеше ары қарай мінеки жақсылап енді ортаға енді билеуге болады. Аттың басын жіберуге болады. Кеттік кәнеке. Қос. Бақытыма балап тұрып, қалай кетем қалап тұрып, көздеріңе қарап тұрып, неге қош дедің, неге қош дедің. Барлығынан биік тұрып, жанарыма күліп тұрып, мені шексіз сүйіп тұрып, неге қош дедің, жүрегімді менің. Енді біраз сияпатымыз бар, соны табыстауды әркем. Музыкасын азайтайын. Микрофон дейін мен бар. Керек ал енді біздің біраз сияпатымыз бар, соны қабыл алсаңыздар, табыстауды әркем ағалар. Бірінші енді құдағи біздің баламыздың анасына бриллиант набор. Енді нағашы атасына жауабы кейін. Бұл кісі жоқ мына жерде? Шынарға под запись берді. Нұргүлге под запись. Не, құдаға? Нағашы атасы.
келесі нағашы апасына. Нағашы апасына. Очень проживать в этом мектеп в школе не готов. Келесі темірланымызды кішкентайынан өсірген Динагүл апасына. Не, о кісіге сырға. Значит, шапанымен? Енді келесі темірланымыздың үлкен нағашы ағасына. Әйел отыр. Осы жерде әйел. Жолдасы маған. Онда бірден жеңгесіне көшеге тағы. Мажан жеңгесіне. Мажан қайтпайсың Астанаға. Жуып кетесің. Астанаға барамыз. Өзі сырға салды, өзі болды. Біз шығармай осы жақтан жұлдыртамыз. Иә, Астанаға барамыз жағдай жоқ. Келесі кіші нағашы ағасына. Екі ағасын бөлген жоқпыз, бірден алдық. Шағатына жатыр. Hareket. Келесі сыйлығымыз енді бұл сыйлығымыз кіндік анасына. Кіндік анасына. Алтын жүзік. Арай қайтпайсың Астанаға. Қайтпайсың. Енді өлі түрі қоймалы әкеп жатқан бізде содан бері таныс құдамыз Аянбұдағы Шапан. Нұргүл тұлғысы. Нұргүл да енді ол. Номер 1 повар. Кірдей көрді деп айтам едік. Нұргүл ханымды. Кешегі сабыржанда Шапан кешелі көрген бүгінде бола ма деп ойлағам. Ұстаздыма. Мирапай ғой. Тойда қатты билеп қойған. Бастап жүр ғой. Ол кісілер бізде емес, басқа бастыққа қарайды. Жұмыс күні деген. Келесі шапандарымыз бұл Қырағайдың екі арай құрбысы. Давай, Арайко. Ну, енді құдай үйдің көстері. Ал енді осы жерде отырған құда-құдашалар. Мынау азын-аулақ сый-сияпат. Соны құдағи енді біреу башып қылды. Бөлісіп алыңыздар. Аз болса да көптей көріңіздер. Мен бұл көйлек кимей келіп едім. Қорқынаған. Әйтпесе бар. Аймаса көйлек
Кім бар тағы да бізде үлкені? Давайте. Кім? Күндер что-то не Енді бөлгенде бір кәдеден алыңдар. Қарай берем, бірейін. Нұраларға бере қойды. Айтып бақтай береді. Мамаңнан айналайын. Бүгін Қайрат екеуінің жол жүріп тұр бұл кісілердің. Күрші барқанда бірді бар. Мен сатып кетті маған айналып тұрған. Күрші барқанда бірді бар. Барқында бірді ғой. Сатып кетті деп ойлаймын. Аяу. Аяу майды. Oh,
тамаша. Керемет фотоға түсу болды.
Ой, Рахмет айтасыздар. Ой, бұл деп. Бүгін планканы вообще көтеріп тастайын деп тұр. Сіздердің құрметтеріңізге енді бүкіл Қазақстанға кеңінен тараған өзіміздің ұлттық тағамымызды, ұлттық дәстүрімізді дәріптеп жүрген Қазақ гриль деген керемет бір тағам дайындайтын, ұлттық тағам дайындайтын бір орталық бар. Сол азаматтарды шақырайын, кәнекей, келіңіздер. Қазақ гриль, өп бәрекет. Анау мінекей, батырдың сауытын киген. Астау, табақ. Сюрприз десе қой. Ассалаумағалейкум, қазақ. Қонақ келсе қой соймайтын бар ма қазақ? Енді Қазақ гриль компаниясынан келіп тұрмыз. Өз шығынына бұқтырып піскен қойымыз. Бисмилла. Шіркін-ай. Бет пісер. Қазақ атам айтқандай. 6 жыл аш жүрсеңіз де өз салтыңды ұмытпа деп. Біз Қазақ гриль компаниясы қазақ салттарына оралып қойымызды пісіріп жатырмыз қазақ салтымен. Ай, малай, заумен. 4 төлек малды 12 жүрекке бөлеміз иншалла. Мына тұздықтарымыз. Мен өзім қазақ болмасам да Қазақстанда туылып өскем. Болдың ба? Тарелка, табақ, мабақ. Туран. Неше табақ керек? Төртеу ма, алтау ма? Есім ел. Біздің картопымыз. Ұстап тұрайық ма? Мен батыр. Түрге келіп Ағайларым. Қатырды я? Қазақша сөйлеп қатырды ма? 4 жерге саламыз ба? 6 жерге ма? Картопты қайтарасың. Күрейді қайтарсын дейді. Алып кетем дейді. Бастайық. Сөз берің. Ал, бата беріп. Сіз секілді несін киіп жатыр. Сезімдерің судай таза анық болсын. Амандықта аспандарың ашық болсын. Өбірлі шүбірлі боп өссін өркен. Ақыл айтып қорған болсын алдағы үлкен. Алла тағала бақ берсін, бас берсін. Өмірлеріңе ұзақ жас берсін. Жазылмасын ешқашан жұптарың. Биіктерге ұшсын бақыт құстарың.
Hayır üstler geçin. Geçin. Zarcı getirdi dostlar. Aldığım canım jaz tabakka barat. Köyün arın kuyuvollar var. Yok, onu yedim. Jaz tabakka olmuştur. Sınıf kolalar. Sita başka. Ne mana? Şu dörtte birisi mümkün altısı yapmış olur. Şimdi kalandı. Savurdan men foto atıp video atıp Можешь до конца волкунова. Свидетелем. Kimdir? Vay vay. Neçe saat pısıған анда? 8 saat. Шайнамай жатады дейді, шайнамай жатады. Міне, мойны. Сегіз Вот так.
Buralar kosturup koyup koy soyuluyor ama investisi var. Да, бәрекелді. Ал енді құдалардың алдына тартайық. Құрметті құда-құдағилар,